Сәлем достар. Ой. Сәлем достар. Вообще, қазақ қауымында секс туралы сөйлесу көп емес, особо кездеспейді. Секс туралы сөйлесу дұрыс емес сияқты, бір ұят нәрсе, жаман нәрсе сияқты. Мен сіздермен секс туралы психолог ретінде сөйлесіп жатырмын. Кез келген жынды ақмақ комментарийларды блогқа қоямын. Ол адамдар менің видеомды көрмейді басқа. Егер осы видеолар сіздерге ұнамаса, сразу отписка или вообще подписываться не стоит ко мне. Сразу жазылмаған дұрыс, көрмеген дұрыс. Мысалы, мен соғыс туралы видеоларды көргім келмейді. Мен ол каналдарға жазылмаймын, ол видеоларды даже ашпаймын. Менің лентамда ондай информация жоқ. Сол сияқты сізге менің видеоларым ұнамаса, каналыма жазылмағаныңыз дұрыс. Итак, вообще тема секса қазақтардың ішінде бір түрлі эмоцияларды вызывать етеді. Бір жағынан қорқыныш, екінші жағынан қызығушылық, үшінші жағынан бір жеркеніш, бір түрлі бір эмоциялар. Даже алдыңғы видеода, сексуалды энергия видеосында секс туралы әңгіме болмаған. Оны внимательно тыңдайтын адамдар түсінеді, қандай информация болғанын. Күшті, жарқын информация әйелдерге арналған, әйелдің энергетикасы, әйелдің өмірге қызығушылығы жайлы информация берілді. Өмірге қызығушылық деген есть сексуальность. Бірақ кейбір жындылар не бір комментарийлар жазды, соның бірін мен специально сақтап қойдым, көрсету үшін. Сол қыздың, комментарий жазған қыздың, не деген өз-өзіне өмірге деген жеркеніші, өмірді қабылдамауы, сондай қабылдамайтын неврозы бар екен. Бұл ішкі конфликт, адамның сол психикасының ішінде сондай конфликт бар. Ал негізінде өмір сүру, просто өмір сүру дегеннің өзі бұл сексуальность. Біз секс арқылы өмірге келдік. Біздің папамыз бен мамамыз жыныстық қатынасқа түспесе, туылмайтын едік біз. И инквизиция кезінде, әсіресе инквизиция кезінде адамдардың бәріне дұрыс жол көрсетпеген, специально өтірік жолға апарған адамды. Сексуальный болу деген дұрыс емес деген. Сексуальный болу бұл опасно, өз-өзін табу, ішкі еркіндігін болғанын дұрыс емес деген. Неге? Потому что ақмақ топас адамдарды басқару өте оңай. Ақмақ топас адамдарға былай істе, үйт бүйт, аняха бар, наны жап, ананы ашпа деп бұйрық берсең болды, оны сон бәрін істейді. Ал сәл миы бар адамдар, ішкі еркіндігі бар адамдар, өзінің желанияларын еститін адамдар, оларды басқару оңай емес. Олармен уже считаться нужно. Олардың пікірін білу керек. Олармен ақылдасу керек. Оларды сайлауға мысалы қатысқан кезде соларды реально учитывать ету керек, солардың мненияларын. Онсыз болмайды. Біздің әлем өз-өзімен өмір сүріп жатқан жоқ. Біздің әлемнің өзінің басқарушылары бар. Сол басқарушыларға топас адамдардың болғаны тиімді еді баяғыда. Қазір уже ол заман өтті. Қазір өз-өзін дамытатын заман келді. Нақты, таза білім алатын заман келді. Не просто білім, а жаңа навыктарды алатын, жаңа өмірде сүруге қажетті дағдыларға үйренетін заман. Біреуді айыптаған кезде, критиковать еткен кезде, жала жапқан кезде, мысал үшін, менде, кстати, сондай видео бар, критиканың өмірге әсері. Ол кезде біз не істейміз? Что происходит? Біз біреуді айыптаған кезде біз ол адамды бөлеміз өзімізден. Оның ойын өзімізден бөлеміз.
ақ пен қараға бөлеміз өмірімізді. Бірақ біздің өміріміз ақ пен қара емес. Мынау ақ болса, мынау қара, екеуі всегда бірге болады. Единство, целостность. Бөлген бұл не просто біз біреуді өз-өзімізден бөліп тастаймыз. Бұл уақытта біз өз-өзімізден алыстаймыз. Өзіміздің шынайы дүниемізден алыстаймыз. Өзіміздің қандай екенімізді біреуді айыптаған кезде таба алмаймыз. Біреуді айыптайтын адам өз-өзінде айыптайды. Өз-өзінде сынайды. Не просто сынайды, өз-өзін жейді ондай адам. Итак, секссіз өмір бар ма? Комментарийға жазып беріңізші, секссіз өмір бар ма? Өмір жоқ. Жануарлардың дүниесінде, мысалы, өмір бар ма секссіз? Өмір жоқ. Сол сияқты адамдарда да секссіз өмір жоқ. Яғни секс и есть өмір. Психологияда Фрейд айтып өткендей, Фрейд атамыз, либидо мен мартидо деген екі энергия бар. Либидо бұл сексуальная энергия, бұл өмірге құштарлық. Мартидо деген бұл өлімнің энергиясы, бұл өлім деген мағынаны білдіреді. Яғни, сексті отрицать еткен кезде, секс жоқ, секс жаман, ол ұят нәрсе деген кезде біз не істейміз? Біз сол мартидоны таңдаймыз. Өлім энергиясын таңдаймыз. Болды, ол өлген, біткен адам. Ондай адам өмірдің бар рахатын, өмірдің бар шанстарын, возможностарын, мүмкіндіктерін байқамайды. Өміріне ақша келмейді. Дұрыс өзіне лайықты адамы келмейді. Бақыт сезімі келмейді. Яғни өлім деген не? Ол адам таусылды деген сөз. Адам бітті, өмір бітті, аяқталды деген сөз. Значит, оның өмірі просто әшейін бір жүрген, әйтеуір өлімге дейін жетейінші деген просто существование. Ондай существованияға әлем береді, енді бір қаражат береді, әйтеуір бір возможностьтар береді, кішкене. Просто, чтобы адам өзінің бітуіне дейін әйтеуір өмір сүрсінші деп. Уақытына дейін. Бірақ ешқандай пайдалы нәрсе өзіне, семьясына, әлемге жасамайды ол адам. Вообще адамның миы негативке толы болса, ол әлемге ешқандай пайда келмейді. Тем более қазіргі заман қатты өзгеріп жатыр. Вибрациялар туралы мен постоянно айтып тұрамын видеода. Вибрациялар жоғары көтерілген әлемнің, осы біздің планетамыздың вибрациясы. Ол не деген сөз? Біз уже андай кішкентай вибрацияда, типа айыптау, қорқынышта жүру, өкпелеу, біреуді сынау деген олардың вибрациясы, осы эмоциялардың 5-тен аспайды, 5 герцтен аспайды. 5 герцте өмір сүру деген ол өлу деген сөз. Қазіргі жердің вибрациясы где-то 40-45 герц. 40-45 герц ол ризашылық вибрациясы. Ал махаббат, ішкі сүйіспеншілік, өмірге ризашылық, өмірден рахат алу, өмірге сену, басқа адамдарды жақсы көру, бұл уже 100-ден асатын вибрация. Біздің жер сол вибрацияға, сол дәрежеге жетеді жақында. И адамдар өздерінің вибрациясын кішкентай сол 5-10 герцте жүрген адамдар, олар просто не выживут, үлкен вибрацияға дейін жете алмайды. Әлем оны просто кетіреді осы жерден. Физически кетіреді. Яғни реинкарнациядан өткізеді. Негізі менің каналым барлық адамдарға сай емес. Менің каналымда жазылған адамдар өздерін танығысы келетін адамдар. Жаңа информация алғысы келетін адамдар. Өздерін өмірін өзгерткісі келетін, бақытты болғысы келетін адамдар ғана жазылады. Поэтому менің видеоларымның өзінің вибрациялары, осы видеоның энергетикасы көп адамдарға сай келмейді.
Кейбір адамдар сексті күнә дейді. Біздің әлемді кім құрастырған? Ешкім спорласпайтын шығар, Құдай жаратқан. Біздің әлемді Құдай жаратты. Осы әлемде бар нәрсені де Құдай жаратқан. Кез келген нәрсені. И секс бұл адамның дүниеге келетін способы. Значит, оны да Құдай жаратқан. Егер біз сексті күнә десек, значит, біз Құдайды айыптаймыз. Значит, біз Құдайға қарсы шығамыз. Бұл гордыня, бұл өр көкіректік. Құдай сенің жасаған істерін далбаса деген нәрсе. Сонда біз Құдайға солай қарсылық көрсетеміз. Сол әлгі Мартида энергиясында үлкен ашық өмір сүру мүмкін емес. Ал либидо деген бұл секске қызығушылық. Например, неге бізде үлкен айып, сынау бар? Неге ұят деген нәрсе бар секс жайлы әңгіме болған кезде? Басты себебі бұл біздің либидомыз басылып кеткен. Өмірге құштарлығымыз басылып кеткен. Мен өзімнің орысша каналымда қазақтардың үлкен бір кодын аштым. Сол код туралы видео түсіргенмін. Код бұл код обреченности. Пока қазақ тілінде ол видеоны дайындаған жоқпын, оған біраз уақыт керек. Бірақ общий мағынасы код обреченности деген бұл өмірге құштарлығы азайған қазақтардың. Өзіне сенімділігі азайған. Как раз осы либидоны басып тастағандықтан. Бұлай болмайды, үйтуге болмайды, мынау болмайды, ұят болады деген әңгімелер, осындай бір правилалар өмірге құштарлықты азайтқан. Мысалы, әйелдер өздерінің қыздарымен қалай сөйлеседі? Особенно қыздар өскен кезде подросток болып, жайнап, әдемі қыз болып жатқан кезде әйелдердің көбісі не істейді? Көре алмаушылық пайда болады. Сол қыздың сұлулығын көре алмайды, өзінің қызының пісіп жатқанын көре алмайды. Сен пұтына қарап жүр деп, осындай әңгіме айтады, ұрсады қызына. Қызы біреумен жатып қалса, оны сабап ұрады, ондай қызды. Вместо того, чтобы өз-өзін неге ұрмайды сол әйелдер? Нормально қызымен сөйлесу үшін, өз-өзінің білімін ашу үшін. Неге соған әрекет жасамайды? Вот, бәрі білмеушіліктен. Ол қыз байғұс біреумен жатып қалады, одан кейін не болады? Өз-өзін кінәлайды. Өз-өзіне не деген бір страшный істер жасайды ол қыз. Я какая-то не такая, я неправильная. Чувство вины, өз-өзін кінәлау деген до такой степени доходит. Ол қыздар просто маған келетін клиенткалар бұл қыздар. Өмірі быт-шыт болып кеткен. Неге? Не потому что ол қыз біреумен жатты, а потому что ол ойлайды, біреумен жату дұрыс емес. Мен жаман адаммын деп ойлайды. Мені Құдай наказать етеді енді деп ойлайды. Ол қыздар, бұл, знаете, бұл ойлардың бәрі қараңғы ойлар. Қараңғы ойлар. И 100% комментарийлар келуі мүмкін. Типа, ал енді не, ол қыз бәрімен жату керек па? Енді не, со всеми нужно трахаться? Жоқ, ондай емес. Не надо ни с кем спать. Білім болу керек. Білім болу керек. Өзінің табиғатын туралы. Өзінің қандай адам екен? Әйел деген кім? Еркек деген кім? Қандай еркекке сенуге болады? Қандайына сенбеу керек? Араларында қандай отношения, қарым-қатынас құрылу керек? Қай кезде бұл дұрыс, қай кезде дұрыс емес? Соның бәрін сезу керек. Сезу үшін өз-өзін тану керек. Біздің қыздарымызға, ерлерімізге де өте көп білім қажет. Осы қараңғылықты, сексуальность жағындағы қараңғылықты ашу керек. Ойбай, ұят нәрсе, масқара нәрсе, жеркенішті нәрсе дегендердің бәрі бұл, знаете, өткен заман. Өткен қараңғы заман.
Біздің абайымыз соңғы кезде, өмірінің соңғы жылдарында қатты разочарованияда болған қазақтарымызда. Сол қараңғылықты көремін деп шаршап кеткен. Хотя на самом деле біздің қазақтардың потенциалы мощный. Біз генетически өте мықты адамдармыз. Мықты адам деген кім? Потенциалы мощный адам деген кім? Ішінде сексуальная энергия, либидо, өмірге құштарлығы мол деген сөз. Біздің батырларымыздың не деген өмірге құштарлығы болған? Егер сол өмірді жақсы көрмесе, соншалықты жеңістері болатын еді ма? Жоқ, болмайтын еді. Біздің ерлеріміз неге 4 әйел алатын? Потому что сол исламда жазылған сол үшін ба деп ойлайсыздар ма? Жоқ, олардың сол сексуальный энергиясы просто асып-тасып тұратын. Сол үшін бір әйел шыдай алмайтын. Сол үшін 4 әйел алатын. 4-еуін де бақытты қылуға шамасы келетін, жағдайы келетін. Әйел адам, жақсы әйел еркекті өрге көтереді, жаманы сайға түсіреді дейді. Өрге көтеретін әйел, ол қандай әйел? Ол өз-өзін танитын әйел, өзінің күшін танитын адам. Ол ішкі өзінің еркіндігін сезетін адам. Ол өте, знаете, мысалы, жетістікке жеткен еркекті алсақ, иқасындағы әйелін алсақ, ол жетістікке қалай жетеді? Сол әйелдің күшінің арқасында, ол әйелдің потенциалынан, өзінің қабылдағанның арқасында. Әйел адам өзін қабылдаған кезде, өзінің әйел екен, қандай екен, еркін екен, үлкен екен, энергиясы үлкен екен қабылдаған кезде, өз-өзін сүйген кезде, оның жүрегі махаббатқа толады. Сол махаббатты уже еріне береді, балдарына береді. Неге мен именно әйелдерге часто жолдауымда айтамын, даже ерлерге емес, әйелдерге, потому что семьяның бақыты әйелдің арқасында. Ердің өмірінің мәнісі еркектің. Ол алға басу. Ол жарыққа шығу. Ол өзінің жұмысын жасау, өзінің потенциалын ашу. Ал әйел сол еркекке көмектеседі. Қалай? Үйтпейт, аняға бар деп көмектеспейді. Сөзбен емес, өзінің энергетикасымен көмектеседі, өзінің сенімділігімен, өзінің өмірге қызығушылығымен көмектеседі. Вот осындай бүгін бізде видео. Осы тема бойынша, осы тақырып бойынша пікірлеріңізді де комментарийға жазсаңыздар болады. Бұл тақырыпта видеолар әлі болашақта көп болады. Егер бір ойларыңыз болса, қандай видео осы тақырыпты жалғастыратындай бір идеяларыңыз болса, тоже комментарийға жазсаңыздар болады. Ең қызықтысына мен видео түсіремін. Бүгінге осы, келесі көріскенше сау болыңыздар.